Менің есімім Болатбек. Мен ITE Group компаниясында IT бөлім басшысымын. IT саласында 2 жылдан астам жұмыс атқарып жүрмін. Негізгі бакалаврда таңдаған мамандығым мен электроэнергетика. Электроэнергетика мамандығын Павлодар қаласында 4 жыл оқыдым. Оқып жүріп, мен IT саласына қызығушылығым артып жүрді. Қарапайым компьютерлерді жөндеп, программаларды переустановка жасап, солай қызығып жүрдім да, сосын жастар бастаманы дамыту орталығы деген орталыққа IT инспектор ретінде жұмысқа кірдім. Менің бакалаврдағы атқарған жұмыстарының әсерінен мен түсіндім, IT саласының менің салам екенін. ITE Group компаниясы осы екі мамандықтың ұштасқан жерінде тұр. Біз қаладағы жарықтың тұрақты түрде қамтамасыз етуіне көмектесеміз. Мысалы, сіздің үйіңізде жарық өшіп қалса, біз не себепті өшті, қашан өшті, және бұны лезде қалай шешуге болады, соны қадағалаймыз. Бағанағы айтып кеткен жұмыстарды біз SCADA жүйесі арқылы басқарамыз. SCADA дегеніміз не деген сұрақ туындайды ғой. SCADA Supervision, Control and Acquisition. Қарапайым сөз айтқанда, біз кез келген энергетикалық объектіні дистанционно басқарамыз, қадағалаймыз, оның состояниясын, жағдайын тексеріп отырамыз, анализ жасай аламыз. Қала бойынша 7-ден астам объектілер бар. Объектілер, мысалы, әр жерде орналасқан, таудың басында, қаланың ортасында, немесе төмен жақта демекші. Олар өздерінің типтері бойынша да бөлінеді. Артында тұрған трансформатор подстанция. Бұл 10 киловольт энергияны алып, бізге 220 вольтқа дейін төмендетіп әкеліп береді. Бірінші, ол жұмыскерлердің қауіпсіздігі. Өйткені жоғарғы энергия үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ал екінші, ол қарапайым халықтың өміріне ыңғайсыздық тудырмау. Өйткені бір жерде жарық өшіп қалса, сол жердегі тұрғындар, сол жердегі жұмыскерлердің бүкіл процестері тоқтап қалуы мүмкін. Үшінші, ол адамның өмірі. Өйткені, мысалы, осы жарық арқылы біз ауруханадағы операциялық бөлмелерді жарықпен қамтамасыз етеміз. Егер, мысалы, бір жерде операция болып жатса, жарық өшіп қалса, сол адамның өміріне қауіп төнуі мүмкін. Біздің жұмыста проблеманың алдын алу маңыздырақ. Өйткені жарық қателікті кешірмейді. Жарықпен жұмыс істеу үшін өте үлкен жауапкершілік қажет. Мысалға, адам өмірі. Артында тұрған объектінің авария болған хабарламасы, егер байқаусызда бір адам жақындап қойса, тоқ соғуы мүмкін. Ол адам өміріне қауіпті. Екіншісі, ол осы аумақтағы, мысалы, тұрғындардың, бизнес-центрдің жарығы өшіп қалуы мүмкін. Ол дегеніміз бүкіл процестер тоқтап қалады. Оның барлығы қаржылық шығынға алып келеді. Сондықтан біз мүлдем қателік жібермеуге тырысамыз. Бір саланы оқып, ізденіп, сол салада жұмыс істемей, практикадан өтпейсіз, түсінбейсіз. Ол сала сізге ұнай ма, ұнамай ма? Дұрыс емес мамандықты таңдау, онда тұрған ештеңе жоқ. Сіздің бұрынғы тәжірибеңіз болашақтағы ұнатқан мамандығыңызға ықпалын тигізуі мүмкін. Осы компанияға дейін мен бірнеше компанияларда істедім. Және ол компанияларда көбінесе адамға ресурс ретінде қолданады, тастайды дегендей. Ал мына компанияның құндылығы бар да, мысалы, айта кетерлік, ол құндылықтар 5 құндылық бар бізде. Ол біріншісі бәріміз бір жанұядай болу, екінші құндылық ол әрқашан өзіңнің жеке және кәсіби қабілеттеріңді арттыру, үшінші құндылық ол деген әрқашан жаңа өзгерістер алып келу, төртінші құндылық қоғамға және қоршаған ортаға пайда алып келу, және бесінші құндылық барлық жағынан үздік болу. Мақсаттарымыз бар. Ол ақша табу емес, ол қоршаған ортаға көмектесу, қоғамға көмектесу, өз еліне пайда алып келу деген. Таңертең келеміз, сағат 11-12-ге дейін операционкамен жұмыс жасаймыз. Ол дегеніміз қарапайым күнделікті пайда болатын, күнделікті жасалатын істер, мысалға программаны тексеру, өзіміздің пользовательдермен сөйлесу, жаңағы күнделікті кешегі болған проблемаларды шешу деген сияқты операционкамен жұмыс жасаймыз. 12-ден ары қарай бізде стратегиялық басқару, стратегиялық пландау болады. Ол дегеніміз біздің продуктыны қалай улучшать етеміз, қай жерін қосу керек, қай жерін азайту керек, және де өзіміздің болашақ заказчиктермен, қазіргі заказчиктермен келісіп, әртүрлі митаптар жасаймыз. Қазіргі таңда 7 адам бар. Бізде разработчик, системный администратор, SCADA инженерлері бар. Әркімнің өз жұмысы, мысалы, разработчик ол біздің продуктымыз бойынша, сол бойыншағы
жұмыстарды атқарады. Системный администратор біздің бүкіл серверларымызды, бүкіл сеттерімізді жөндеп қадағалап отырады. SCADA инженер бізде, так как біздің продуктымыз ол SCADA система. Сол SCADA система бойынша заказчиктермен күнделікті сөйлесіп, күнделікті оларға изменение жасау керек болса, түзету керек болса, солармен көмектеседі. Біздің продуктымен жұмыс істеуді көмектеседі. IT саласын зерттеңіздер. Қандай мамандықтар бар екен біліңіз. Және қандай мамандықтарға грант бөлінеді, соны біліңіздер. Екіншісі, ол табандылық керек. Сізге бір көргеннен, бір оқығаннан бұл сала түсінікті болмауы мүмкін. Біліп кетпеуіңіз мүмкін. Күнделікті аз-аздан болсын, бірақ тұрақты оқыңыз, тұрақты дамыңыз. Және үшінші, ол мақсат қойыңыз алдыңызға. Тек қана мысалы IT мамандығын мен таңдаймын, өйткені ақшасы көп, зарплатасы көп деген, или мысалы бір жерде ғана отырамын деген мақсатпен емес, үлкен мақсат қойыңыз алдыңызға. Қазақстан Республикасын дамытамын. Осы салада мысалы Google компаниясын Қазақстанда ашамын деген сияқты бір үлкен мақсат қойыңыз алдыңызға. Сол кезде сіздің ісіңізде бір құндылық болады. Жалпы Абай атамыз айтып кеткендей, ақыры жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға деп. IT саласында ең керекті нәрсе ол табандылық. Өйткені күнделікті кішігірім нәрсемен, бірақ постоянно істеу керек. Сонда сіз сол саланың білікті маманы боласыз.